Ой, қайырлы күн жігіттер, аудан құшылары қалай амансыңдар ма? Кеше бір оқып қалып едім. Бір сарай неден салам деп, қай не болса жылы болады деп. Сөйлеп жатқанды естіп ракушняк салқын болады. Міне мен мынадайдан салдым міне. Неден салғанын көріп тұрсыңдар ма? 3-4 сарай. Шағын тауыққа. Мынау міне сетке. Кәдімгі Абошной сататындарда алма салынған сеткілер, алманың сеткілері. Іші не десеңдер, іші сиырдың боғы. Сиыр чат деп ішіне толтыра бердім осы. Сөйтіп міне қалап алдым сарайды. Мынау іші силикон боқ. В общем айтқанда бұл не? Тапай сияқты. Не? Ананың ішіне толтырып тұрып бастым. Бейді мұнау. Ананың іші силикон боқ. Сиырдың боғы. Қасынан жақын көрсетейін. Мынау сиырдың боғы. Керек жерінен кесесін, кесіп аласың. Тапай кесіледі ғой. Размерлі кесіп аласың. Қазір жағын сылап тастадым. Мынау ішке бейді. Ішке бейдің сылап тастадым мұндай қылып. Міне жақтан ар жаққа да шығады летний. Екі жақта есік бар. Міне әлі ішін бөліне алған жоқпын. Енді жазда полк салам ертең күзге қарай. Міне жерге нелерін салам. Міне осындай. Міне ішін сылап салам міне. Ана нені қырынан қаладым. Мынау қырынан қалаған. Сырты сеткілеп семен тұрған міне, ракушня міне, мұнан сыртына сеткі жіберіп, сементпен сыламай, міне, прямо сементпен сылай берем енді. Прямо үштөкке түркіс жасай берем сементпен. Сыртың өзінің сеткісі бар. Қырынан қалаған ғой, міне, көрдің бе, қырынан тұр. Міне яғы ішке қараған. Бұл деген жылы. Жылы болғанда классный жылы. Сиырдың боғы, іштеңе қосылмаған таза жапа, сиырдың жапасы.